Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді Instagram арқылы ақша табу онлайн марафонының 3-ші видео сабағында көргеніме қуаныштымын. Бұл видео сабақтар желтоқсан айында басталатын Салам Instagram курсына дайындық. Сабақтардың астына комментарийға көптеген пікірлер қалдырып, кері байланыс беріп, историяларға белгілеп жатқандарыңыз үшін, белсенділіктеріңіз бен білімге құштарлықтарыңыз үшін алғысым шексіз. Біз осыншама адамдардың білімге, дамуға, Instagram маманы болуға ұмтылып жатқаны қуантады. Демек, Қазақстанда жақын арада 1000-ға жуық мықты Instagram мамандары пайда болады деген сөз. Егерде сіз алдыңғы екінші видео сабақты тамашаламасаңыз, онда міндетті түрде қарап шығыңыз. Себебі бұл 3-ші сабақ, 2-ші сабақпен байланысты болады. Ал алдағы күндері 4-ші сабақта да шығады. Сіздер өткен сабақтар бойынша Instagram маманы ретінде өзіңізге нақты мақсат қоюды және сол мақсатқа қалай тез жетуге болатынын білдіңіздер. Сіздер Instagram арқылы ақша табудың жоспарын, кезеңдерін түсіндіңіздер. Енді бүгінгі сабақта өзіңізді клиентке қалай сату керектігі туралы, клиентпен кездескенде өзіңізді қалай ұстау керектігі туралы, өз қызметіңіздің құнын дұрыс бағалау туралы үйренетін боласыз. Осы сабақтан кейін сіз Instagram арқылы табыс табудың нақты жолдарын білетін боласыз. Ал видео сабақтың соңында біз желтоқсан айында басталатын Салам Instagram курсына тағы да бір жолдаманы ойнататын боламыз. Сіздің жұмысыңыз жайлы бірнеше жақсы пікірлер бар. Жағымды портфолио жинақтадыңыз. Instagram маманы ретінде азды көпті тәжірибеңіз бар. Енді сіз клиентпен кездесесіз. Кездесу барысында өзіңіздің қызметіңізді бағалап, сізге қажетті ақшаны айтасыз. Клиент келіседі. Келесі кездесуде сіз сұхбатқа арналған сұрақтарды, бәсекелестер бойынша анализді, сол саланың трендтерін тізіп алып келесіз. Клиентке сіздің жұмыс жасау методикаңыз ұнап жатыр. Әрі қарай сіз парақшаны әрлеп, оған посттар салып, история салып, тікелей эфирлер жүргізіп бастайсыз. Сізде алғашқы нәтижелер көріне бастайды. Біраз уақыт өткен соң клиентпен қайта кездесіп, жұмысыңыздың қалған суммасын аласыз. Ал тағы уақыт өткен соң клиент Instagram арқылы сатылымдар көп болып жатқанын біліп, сізге рахметін айтады. Және де басқа да кәсіпкер достарына сізбен жұмыс істеуге кеңес береді. Сіз осылайша тағы бір клиентті аласыз. Одан кейін тағы бір клиентпен жұмыс істейсіз. Осылайша сіздің табысыңыз өсіп жатыр. Уақыт өте келе сізде ақша жиналып, сіз бір орында отырып емес, басқа қаладан тіпті басқа елден онлайн жұмыс жасап, саяхаттап жүре алатындай дәрежеге көтеріле аласыз. Иә, бұның бәрі шындық. Бұлай істеуге болады. Егер де дәл қазір тапсырмаларды дұрыс орындасаңыз, бірнеше айдан кейін осы дәрежеге көтеріле аласыз. Сізге бұл деңгейге көтерілу үшін ең алдымен Instagram маманы болу қабілетін үйрену керек. Екінші, алғашқы клиенттерді тауып, дұрыс портфолио жасау. Үшіншісі, өз қызметіңізді дұрыс ұсына білу. Осы 3 пунктті білсеңіз жеткілікті. Дұрыс клиенттерді дұрыс тауып, өз қызметіңізді дұрыс ұсына алу үшін алдымен сіздің бастыңызда жүрген жалған кедергілерді алып тастау керекпіз. Ең бірінші кедергі, менің қызметімді ешкім қымбатқа сатып алмайды. Бұл кедергіні талқылайтын болсақ, бұл жердегі қателік. Сіздің клиентті дұрыс жерден іздемей жүрсіз. Негізі клиенттердің бірнеше түрлері болады. Ең алғашқысы жаңадан ашылған ИП-лар, олар жақында ғана бір донерка ашып табыстары төмен болып жатыр. Сізге Instagramдарын жүргізіп бер деп бірден нәтиже күтеді және сіз сұраған ақшаны төлей алмай сізден қызметіңіз үшін гарантия сұрайды, келсіз. Клиенттердің келесі типі фриланс. Фриланс бұл уақытша онлайн салатын жобалар. Бұл жақта клиенттер сізге үлкен талаптар қойып, аз ақша төлейді. Клиенттердің үшінші типі Instagram парақшаның маңыздылығын түсінетін адамдар. Олар сіздің сұраған ақшаңызды беруге дайын. Олар сізге нәтижеге жету үшін көмектеседі. Төлем жасайтын кезде кешіктірмейді. Сізбен бірге бір команда болады. Бізге дәл осындай клиенттер керек. Ондай клиенттерді қайдан және қалай табу керектігі туралы осы видео сабақтарда айтатын боламыз. Келесі кедергі, жақсы өнім өзін-өзі сата алады. Бұл кедергі менің де басымда болған. Егерде мен жақсы Instagram маманы болсам, менің қызметімді адамдар өздері сатып алады. Маған ешқандай әрекеттер жасаудың қажеті жоқ деп ойлайтынмын. Бірақ іс жүзінде келген кезде сіздің өніміңіз қанша жерден жақсы болса да, оны дамытып, адамдарға көрсетіп, дұрыс сата білу керек екен. Мен өз қызметімді Instagram арқылы адамдарға көрсетіп, жаңа адамдармен танысқан кезде өзімнің Instagram маманы екенімді айтып, өзімді дұрыс сата бастаған кезде менің табысым жаңа деңгейге
көтеріле бастады. Сондықтан тек қана жақсы маман болып қана қоймай, өзіңізді жақсы сата алуыңыз да өте маңызды. Достар, мына маңызды ережені ойыңызға мұқият түртіп алыңыз. Егер де сіз Instagram маманы, сайт маманы, копирайтер, сценарист, таргетолог болсаңыз, жалпы бизнеске қатысты қандай да бір қызмет көрсететін болсаңыз, кез келген жобаңызды сапалы істесеңіз, мейлі клиент сізге 5000 теңге ғана төлесе де, сол 5000 теңгелік тапсырысты 50000 теңгелік деңгейде істеп беріңіз. Ал егер өте төмен деңгейде қызмет көрсететін болсаңыз, сізде ақша да, клиентте жақсы пікірлер де болмайды. Қолыңызда бар мүмкіндіктерден максимальны нәтиже көрсетуге ұмтылыңыз. Сіз қазір қандай қызмет түрлері бар екенін білесіз. Ал бұл қызметтер жасауды үйрену үшін сізге күніне бірнеше сағат қана жетеді. Өзіңіздің өмір сүру салтыңызды түбегейлі өзгертіп, арнайы оқу орнына барудың қажеті жоқ. Барлығы қолжетімді. Қазіргі таңда көптеген SMM және маркетинг мамандары өз қызметтерін бизнес кездесулерде, семинар, тренингтерде, мастер-класстарда кәсіпкерлермен кездесіп сатқысы келеді. Бір кәсіпкерге келіп, мен Instagram маманмын, мен сізге өз қызметімді ұсынамын деп жүреді. Бұл дұрыс емес жол. Клиент сіздің қызметіңізге тек қана сіздің нағыз маман екеніне көзі жеткеннен кейін ғана ақша төлей алады. Сізге клиентке өзіңіздің осы саланың маманы екеніңізді, бұл салада тәжірибеңіз бар екенін және не үшін ақша сұрап тұрғаныңызды білуіңіз керексіз. Ал енді өзіңізді клиентке эксперт ретінде қалай көрсетуге болады? Тегін консультация жасаңыз. Екіншісі, қазіргі Instagram парақшасының жағдайын талқылап беріңіз. Немесе дәл көзінше Instagram арқылы сатылымдар санын дейін және кейін нәтижесін көрсетіп беріңіз. Бұл ақпараттарды білгеннен кейін сіз клиенттерге өзіңіздің қызметіңізді қақпаламай, алдымен жай ғана танысып, кейін телефон нөмірлеріңізбен алмасып, келесі күн кездесуде жұмысты талқыласаңыз болады. Адамдар сізге өздері хабарласып, Instagram парақшаларын қолға алуды сұрайтын болады. Яғни алдымен клиентке пайда бересіз, кейін одан кейін қызметіңізді сатасыз. Клиенттерді қалай табу керек? Клиенттерді табу үшін алдымен керек адамдармен араласу керек. Одан кейін өзіңіздің жасаған жұмыстарыңызды көрсетесіз. Сосын барып эксперттігіңізді көрсетіп, өз көмегіңізді ақшаға ұсынасыз. Соңғы жағын жаңа ғана талқыладық. Ең басты клиентке өзіңізді тықпаламаңыз. Клиентке пайда беру арқылы өзіңізді сатыңыз. Клиент сіздің қызметіңізді сатып алмаса да, сізбен жақсы қарым-қатынаста қалады. Кейін сізді өзінің достарына рекомендация ретінде беруі де мүмкін. Ал енді алғашқы 2 пунктті талқылайық. Керек адамдармен араласу. Сіздің қызметіңізді керек қылатын адамдарды қалай табу керек? Біріншіден, әртүрлі іс-шаралардан іздеңіз. Өзіңіздің қалаңыздағы бірнеше бизнес форумдарға, семинар тренингтерге, мастер-класстарға барып қатысып, сол жерден кәсіпкерлерді тауып тірідей танысып сөйлесіңіз. Егер де қалаңызда бұндай іс-шаралар мен кездесулер жоқ болса, басқа қалаға барыңыз. Егер ондай да мүмкіндік болмаса, іс-шараларды өзіңіз ұйымдастырыңыз. Клиенттерді табудың келесі жолы Facebook және Instagram арқылы таргет жіберу. Өзіңіздің қызметіңіз жайлы жарнама жасап жіберіңіз. Түскен заявкалармен сөйлесіп кездесуге шақырыңыз. Ал кездесу кезінде қалай сату керектігі туралы сіз білесіз. Клиенттерді табудың тағы да бір жолы өзіңіздің жеке Instagram парақшаңызды жарнама жасау. Сіздің жеке парақшаңызда кәсіпкерлер отыруы мүмкін. Қазір бизнес парақша қарағанда жеке парақшадан жарнама беру жақсы нәтиже береді. Клиент табудың келесі жолы блогерлермен жұмыс жасау. Инстаграмда белгілі блогерлерге жарнама беріңіз, немесе тегін жасап беруіне сұраныс жасаңыз. Өзіңіздің қызметіңізді блогерлерге тегін ұсынып, ақшаның орнына жарнама жасап беруді сұраныз. Блогерлердің парақшасынан жақсы клиенттер келеді. Сонымен қатар, сіз клиенттерді таныс арқылы тапсаңыз болады. Instagram маманы болу үшін де таныс керек. Мысалы, сіздің ағаңыздың кәсібі бар. Сіздің ағаңыздың кәсібін Instagram арқылы дамытып, сатылым алып келсеңіз болады. Немесе телефондағы контактілеріңіздің өзіңіздің қызметіңізді сипаттап, жазып, рассылка жіберсеңіз де болады. Клиент табудың тағы да бір жолы серіктестік. Сіз Instagram саласында, яғни бизнеске қызмет көрсету саласында жүрсіз. Бизнеске сізден бөлек дизайнерлер, сайт жасау мамандары, копирайтерлер, таргетологтар, программисттер бар. Сол мамандармен байланысқа шығып, серіктестік ретінде қызмет ұсынсаңыз болады. Мысалы, сен жасап жатқан таргет жарнамасының парақшасын мен жақсылап дамытып бере аламын. Мен саған дизайн қызметін қалайтын клиенттерді беремін. Сен маған Instagram қызметі қажет клиенттерді бер дегендей. Ойлана берсеңіз, тәсілдері көп.
клиентпен дұрыс сөйлесу, қызмет көрсету туралы келісім шарт ұсыну сияқты пункттерді біз желтоқсан айында басталатын Салам Instagram курсында тағы да толықтай талқылайтын боламыз. Бүгінгі сабақта сіз клиентті қалай және қайдан табу керектігі туралы білдіңіз. Енді клиент жоқ деген сөзді айтпайсыз деп ойлаймын. Жалпы қазір мен екінің бірі SMM-шік болып кетті. Instagram мамандары көп деген сөздерді естіп қалыппын. Бұл жай ғана өтірік отмазка. Бұл салада 2,5 жыл жүргендіктен білетінмін, жақсы мамандар, оның ішінде қазақ тіліндегі жоғары деңгейдегі мамандар тапшы. Мен командама үнемі проект менеджерлерді, копирайтерлер, таргетологтарды іздестіріп жүремін. Өз ісінің мамандарын табу өте қиын. Демек, бұл салада әлі ешқандай бәсекелестік жоқ. Ал келесі видео сабақта біз Instagram мамандығының қай жерден оқуға болады және алғашқы қадамдар жасаған кездегі барлық Instagram мамандарының қателіктерін талқылайтын боламыз. Келесі соңғы 4-ші видео сабақтан кейін желтоқсан айында басталатын Салам Instagram курсына тіркелу ашылады. Ал енді уәде еткен конкурс төменде. Комментарий 3 сабақтың қорытындысы бойынша қандай ойлар түйдіңіз, қандай жаңа мүмкіндіктер ашылғанын байқадыңыз, осы тақырыпта пікір қалдырыңыз. Ең үздік пікірге біз Салам Instagram курсынан 1 орын сыйлаймыз. Бұл конкурсқа қатысу үшін сіз үшін маңызды себебі етілген сабақтар бойынша конспект жазсаңыз, жаңа ақпараттар миыңызда сақталады. Келесі соңғы 4-ші сабағымызды жіберіп алмаңыздар. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. Және де тағы да осы видеоның астында WhatsApp-пен бөлісу батырмасы бар. Сол бөлісу батырмасын басып, өздеріңіздің туыстарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға осы сабақтың сілтемесін жіберіңіздер, ол кісілер де көрсін, тегін болып жатыр ғой. Сондықтан келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерді бұйырса күтемін.